Видео бастамастан бұрын алдымен арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сәлем досым, Білежар арнасының таң ғажайып әрі қызықты видеосын сағынып та қалған шығарсыңдар. Ендеше сендерге өмірлеріңде мүлдем көрмеген түсі өзгеше жеміс-жидектер жайлы айтатын боламын. Видеоның соңына дейін тамашалаңыздар, өте қызықты болады. Қызыл банан. Сіздер сары бананды көрдіңіздер, ал қызыл бананды көргендеріңіз бар ма? Бұл қызыл банан Коста-Рика деген жерде орналасқан. Ол өте жұмсақ, аудан маринаның иісі аңқиды. Қызыл банан әлемді түсімен және ерекшелігімен таң қалдырған еді. Қызыл бананда әртүрлі минералдар және витаминдер бар екен. Бір қызығы, қызыл бананды қорып және пісіріп жеуге болады екен. Коста-Рикадағы адамдар бутербродқа шұжықтың орнына осы қызыл бананды қосады екен. Және бұл қызыл банан Ямайкада да өседі екен. Егер бұл қызыл бананды сатып алғыңыз келсе, онда қалтаңызда біраз ақша болғаны жөн. Себебі бұл қызыл банан өте қымбат тұрады екен. Қызыл банан апельсин, киви, ананас, манго, шабдалы деген сияқты жемістер қатарына жатады екен. Және бұл бананнан әртүрлі шырындар жасайды екен. Жыл сайын бұл бананды сатып алатын адамдар саны артып келеді екен. Олар туристері, тағы басқа жақтан келгендер екен. Егер сіздер байқасаңыздар, кейбір шет мемлекеттің киноларынан осы бананды байқауға болады. Ақ ұлтнайды жер шарында жиі кездестіруге болады, бірақ тек Японияда бұл жемістің дәмді татқаныңыз жөн, себебі япониялық ақ ұлтнай өте дәмді. Японияда бұл жемісті грейп чипс деп атайды. Ақ ұлтнайдың 1 килограммы $10 тұрады. Бұл құлпынайдың салмағы 15 грамм. Бұл құлпынай не үшін ақысы десеңіз, себебі құлпынай тек күн көзінде өседі. Сондықтан әппақ болып кеткен. Көп адамдар осы құлпынайға ақшасын қиып, дәмін көруге келеді. Ақ түс Японияда тазалықтың белгісі екен.